Сәлем достар, сіздермен бірге қызық фильм. Алдарыңызда Голодный Z деп аталатын фильмге қысқаша шолу. Видео бастамас бұрын лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Квебек қаласының шетінде түсініксіз және қорқынышты жағдайлар орын алып жатыр. Адамдарға зомбиге ұқсас ауру адамдар атыла бастады. Олар адам денесін көргенде қатты айқайлап артынан жүгіреді екен. Жергілікті тұрғындар болған жайттарға әртүрлі қарайды. Жас Тикуль есімді жігіт зомбиге айналып кеткен өзінің туысқандарын өлтіруге мәжбүр болды. Көз жасын сүртіп, әкесінің мылтығын алып, тыныш және қауіпсіз жер табу үшін жол жүріп кетеді. Селин есімді әйел қаңырап бос тұрған көшелерден шаршап, көлігінің ішінде отыр. Ол зомби келгенін күтіп, оның басынан орақпен қайта-қайта ұрып бөлшектеп тастайды. Қайтадан көлігіне отырып, шаршаған Селин рульге басын қойып, сол жағына қарап қалғанда, вирус жұққан кішкентай баланы көреді. Ол көлігін оттап жүріп кетеді. Басқа жерде Баннен және Визино есімді достар пикаппен жүріп келе жатып, орманның ішінде сәби ұстап тұрған әйелді байқайды. Визино досына тоқтауды сұрап, көрген нәрсесін тексеруді жөн көреді. Ол әйелді танитын секілді. Визино көрген әйелді жоғалтып алып, орманның ішіне кіріп кетеді. Келе жатып зомбилардың құрған тозағына тап болады. Визино бірнеше рет оқ атып пикапқа жетіп үлгереді, алайда зомбилер оны тістеп қойған екен. Баннен болса бар жылдамдықпен зомбилерден қашып жөнеледі. Реаль есімді қарт кісі өзінің әйелі мен екі ұлының вирус жұқтырғанын білгеннен кейін қашып кеткен. Реаль оларды өлтіруге шамасы жетпей, күші жеткенше тығылып жүр. Сәлден соң бар жігерін жинап алып, өз әйелін өлтіреді. Ол өзінің өмірімен қоштасуға дайын, өйткені оның зомбиге айналған ұлдары соған қарай жүгіріп келе жатыр. Алайда атылған мылтықтың даусынан бірінші және екінші ұлының бастары жарылады. Тикуль деген жігіт келіп қалып оларды атқан екен. Тикуль Реальға тұруға көмектесіп, екеуі қауіпсіз жерді іздеуге кетеді. Селин айналадағы бір фермаға жетеді. Тұрған трактордан бензин құйып алғысы келіп тұр. Артқа қарап қалғанда мылтық ұстап тұрған екі әйелді көреді. Ранчоның иелері Полин мен Тереза Селинді шешінуге мәжбүрлеп, оның денесінде тістеген іздердің жоқ екендігіне көздері жетеді. Кейін верандада отырып Селиннен қалада не болып жатқандығын сұрастырады. Селин жол үстінде біраз уақыт бойы жүріп келген соң, көптен бері тірі адамдарды көрмеген. Тереза оған үйде қалуын ұсынады. Баннен өзінің үйіне жетеді. Оны тірі қалған Пако есімді ер адам кездестіреді. Визиноның денесін көрген Пако оның зомбиге айналып кетпес үшін еш үндеместен оның басын кесіп тастайды. Өзінің досын жерлеп болғаннан кейін Пакомен әрі қарай жоспарларын талқылайды. Үйге кіргенде Баннен қолдары кереуетке байланған қызды көреді. Таня есімді қызды көреді. Пако қыздың қолында тістелген іздің бар екендігін түсіндіреді, алайда қыз оны ит тістеп алғанын айтады. Бірақ орманнан шыққан дауыстарды естіп, зомбилердің келе жатқандығын түсінеді. Баннен қыздың қолын босатып, көлікке отыруын сұрайды. Баннен көлікті оталдырғанда Паконың зомбиге айналып кеткендігін көріп, жүріп кетеді. Ол ормандағы жолмен шоссеге қарай бар жылдамдықпен жүріп, орман ішінен топырлаған зомбилердің жүгіріп келе жатқандығын байқайды. Сөйтіп келе жатып, Пако пикапқа секіріп мінеді. Пако қыздың бетінен ұстап алғанда, әлгі қыз ол зомбидің қолын сілтеп жіберіп, мылтықпен оның басынан атып жібереді. Шок үстінде тұрған Таня қанынан өзінің ең бағалы затын, аккордеонды тазалайды. Баннен екеуі жазықталығы жетіп, Паконың денесін жағып жібереді. Бұл жерде олар Демерсті кездестіреді. Демерс қалада не болып жатқанын білмеймін деп, арнайы әскери жаттығудан кейін отбасына бара жатқандығын айтады. Баннен оның есі ауысып кеткен біреу деп түсінеді. Реаль мен Тикуль жолда демалуды шешті. Реаль аяғын жарақаттап алған. Ол Тикульға туысқандарын жоғалтып алған қайғысымен бөліседі. Осы кезде баланың көз алдына анасын өлтіргендігі, кейін жерде әкесі мен қарындасының жатқан картинасы келеді. Баннен мен Таня ферманың қасынан тоқтайды. Баннен атқұраны, ал Таня үйді қарап шығып, қажетті заттарды алып алады. Банненді бір дауыстар назар аудартады. Таня болса үйдің ішінде бір қозғалыстарды байқайды. Бөлмелерді қарап шығып, Таня Зои есімді кішкентай қызды тауып алады. Банненді алаңдатқан дауыстар қорапшадағы мысықтар болып шықты. Енді үшеуі қосылып жүріп кетіп, бір орында тоқтап ұйықтап алады. Азында Таня дәрет сындыру үшін орманға жағын шөптерге барады. Бір кезде сылдырлаған дауыстарды ести сала, ол жерге жатып тығылады. Ол шетке қарай еңбектеп бара жатқанымен, зомби оны көріп қалып шабуыл жасайды. Баннен зомбиді тартып әкетіп үлгереді, сөйтіп басын шауып тастайды. Сәлден соң Баннен мен Зои Таняның сыртқа шығарған истерикасын бақылап тұрады. Таня кабинаға отырғанда, кенеттен Демерс қайтадан келіп қалады. Ол жақын жердегі үлкен жазық далада біртүрлі нәрсе орын алып жатқандығын айтады.
Беннен жолаушыларды көлікте қалдырып, өзі сол жерге кетеді. Жазық жерге жеткенде, ағаш қалдықтардан жасалған ұзын ғимараттың жан-жағында зомбилердің айналшықтап тұрғанын көреді. Зомбилердің біреуі оны байқап қалып айқайлайды. Беннен болса тайып тұрып көлігіне жетеді. Беннен жолаушыларды Тереза мен Полиннің фермасына жеткізеді. Аман қалған адамдар қанішер құбыжықтарының көбейіп бара жатқандығын білгеннен кейін келесі жоспарларын талқылайды. Селин фермада қалмау керектігіне сенімді, себебі ертелі кешпе зомбилар бұл жерге де жетеді. Полин басқа жерде орналасқан бункерге баруға ұсыныс тастайды. Жол картасын зерттеп тамақтарын жинап, түнде ферма тұрғындары ұйықтайды. Түн ішінде Таня естілген дауыстардан оянып, төменге қарай түседі. Төмендегі жиналған адамдар оның жарақатын талқылап жатыр екен. Олардың әңгімесін Тереза келіп бұзып жібереді. Оның айтуынша үйдің жанында біреулер жүр. Далаға шыққанда олар жан-жаққа қойылған тышқан қақпандарының дауыстарын естиді. Үйге қарай топырлаған зомбилердің келе жатқанын түсініп, заттарын алып қашады. Алаңнан өтіп орманда тығылып қалғанда Таняға зомби атылады. Оны Зои құтқарып қалады. Зои зомбидің мойнына пышақ тығып, Таня оны аяғына дейін өлтіреді. Таң атқанда аман қалғандар бірігеді. Қуанышқа орай барлығы да тірі қалып, бірге жолға аттанады. Тау жиегіндегі өзен жағасында олар Реаль мен Тикольді кездестіреді. Реаль адамдардың өзінің жарақаттанған аяғына назар аударған байқап, еш үндемей Тикольге әрі қарай жүре беру керектігін білдіреді. Беннен олардың өтуі қажет ашық жерді көріп қайтады. Тереза болса Таняға қару қолдануды үйретеді. Барлығы бірлесіп ашық алаңнан өтіп бара жатқанда, кенеттен алдына секіріп қалған Демерсті Таня байқаусыздан атып өлтіреді. Олардың жол бағыты енді ағаштардан жиналған төбенің жанынан өтетін болды. Тірі қалғандар бұл жерден қысқа жүгірістер және Реаль мен Тикольдің көмегі арқылы өтеді. Сәлден соң Реаль мен Тиколь негізгі топқа қосылады. Өздеріне демалыс жариялап, қияр мен түскі асты ішеді. Сөйтіп қайтадан жолға аттанады. Реальдің адамдардың артынан жүруге үлгермей жатқан байқаған Тиколь оған көмектесу үшін оралады. Селин жас баланың артынан жүріп келеді. Бұл уақытта Беннен ормандағы бір үйшікті тауып алып, жақын аумақты тексеріп шығады. Кенеттен барлығын атылған мылтықтың даусы назар аудартады. Сөйтсе Полин бір зомбиді атып тастаған, алайда оны тістеп үлгерді. Реаль болса зомбиге айналып Тикольге шабуыл жасайды. Бұны көрген Селин Реальді өлтіріп, жарақат алған балаға өзінің қайғысымен бөліседі. Баланың аман қалмайтынын түсініп, оны да өлтіріп тастайды. Тереза Полинді орманға апарып, зомбиге айналған уақытын күтеді. Содан кейін ғана көз жасын тыя алмай, Тереза құрбысын атады. Бункерге жеткеннен кейін адамдар бұл жерде олардың аман алып қалатын ешқандай заттардың жоқ екендігін түсінеді. Түн өткізіп таң атысымен тұман ішінде жол жүріп кетеді. Олар жазық жерге шығып, тұман тарағанда алдарынан ағаш ғимаратын көреді. Bir кезде зомбилар орындарынан тұрып айқайлап адамдарға шабуыл жасайды. Беннен, Зои және Таняның құтқарылуы үшін Селин мен Тереза құбыжықтарды ұстап қалуға тырысады. Алаңнан қашып, Беннен Таняға қызды ұстатып, өзі зомбиларды алаңдату үшін басқа жаққа бұрылып жүгіреді. Таня Зоиді жасырын жерге қалдырып, аккордеонмен ойнап, қыз орналасқан жерден әрі қарай қашып жөнеледі. Музыканы естіген зомбилар оның артынан қуып кетті. Сөйтіп Зои құбыжықтардың шабуылдарынан аман қалып, жан-жақта тыныштық орнайды. Зои сыртқа шығып, жан-жағын қарап шығады. Бункердің бір бөлмесінен ол Бенненді тауып алады. Оны мойнынан тістеп алған және ол өзінің құбыжыққа айналғанын күтіп, аузына мылтықты тақап күтіп отыр. Ол қызға бұл жерден кетуді сұрайды. Зои мылтығын ұстап жолға шығады. Орманның қасынан ол Таняның аккордеонын тауып, оны өзімен бірге алып кетеді. Ол шоссеге дейін жетіп, сол жерде шамал уақыт отырып, жолда келе жатқан көліктің дауысын естиді. Жарысушының формасын киіп алған ер адам Зоиді өзімен бірге алып кетеді. Мүмкін бұл екеуіне қауіпсіз жер табу бұйырып тұрған шығар. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны түртіп кетуді ұмытпаңыздар. Қызықты фильмдерде кездескенше.